Біз енді осы өзекті мәселе қазір ғана емес, бұрыннан бері келе жатқан деп айтсақ болады, тұрмыстық зорлық зомбылық туралы. Енді бас прокуратураның мәліметі бойынша жыл сайын қаншама іс тіркеліп жатады осы жағдайға байланысты, бірақ көбінесе әйелдер жағынан жаңағыдай кешірім танытып, қайтадан қосылып жатады. Ол не себепті ондай болады? Жалпы, әйелдің тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты қатынасын анықтайтын бірнеше себептер бар. Ең біріншіден, әйел адам өз табиғатынан ана болуға, өз табиғатынан бір бүйрегі бұрып тұрады. Осыған байланысты әйел адам мейірімді. Әйел адам көбінесе кешіруге тырысып жатады. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан, әйел адамның өзінің жеке психологиялық проблемалар болуы мүмкін. Өз-өзіне деген сенімсіздік, өзінің бойынан тірек табылмау. Күйеуіне деген тәуелділікпен өзінің бойынан тірек табылмау деген екі түрлі мәселе. Мысалы үшін, өзінің өмір сүруі барысында күйеуіне арқа сүйеп, мысалы үшін, қоғамдағы бір сөздерге арқа сүйеп, өзінің қалауына арқа сүйеп емес, өзінің қалауын бір дұрыс біліп, өз аяғына тірек болып емес, сырттан қорғаныш, сырттан тірек іздеп, осылай өмір сүруі мүмкін, мысалы үшін, осы тұрғыдан жеке проблемасы бар. Адам табиғатына енді қарсы жүру қиын ғой, жаңа айтқан психологиялық ерекшеліктер енді өзгертуге қиын. Ал енді заң жобасын, мүмкін, бірақ заң жобасын өзгерту, оны қиындата түсу, жазаны қаталдата түсу жағдайды өзгерте ала ма? Яғни зорлық-зомбылықты азайта ала ма, әлде әйелдердің құқығын жақсырақ қорғай ма, қалай ойсыз? Заңның қатаюы мәселені толық шешеді, психологиялық тұрғыдан мәселені толық шешеттеу қиын. Бірақ заңның қатаюы міндетті түрде әсер етеді. Ол қол жүгіртетін ер азаматтың да бір санасына әсер етуі мүмкін. Ал неге қиын деген сұраққа келетін болсақ, өзіңіз ойлаңызшы, әйел мен ер азаматтың арасындағы терең бір қатынас бар. Осы қарым-қатынаста ер азамат өзін жұмсамай, өзінің бойын жұмсамай, қолын жұмсауы, яғни ол ер азаматтың қолдың деңгейіне түскендігін көрсетеді ғой. Қолдың ұзындығы ары кеткенде 1 метр шығар, мысалы үшін. Осы деңгейде алып қарасақ бұл. Ер азаматтың да психологиялық мәселелері болуы мүмкін. Сондықтан жеке бастың ішінде жатқан психологиялық мәселелерді заңдық тұрғыдан реттей қою өте қиын. Қорқынышпен ұстап отыру мүмкін. Бірақ екі жастың арасындағы қарым-қатынасқа көбінесе ата-аналар араласып жатады. Мысалы, ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп қыз баланы ата-анасы алып кетіп жатады. Немесе тастай батып судайсың деген сынды сөздер, соның барлығы әсер етеді. Ол дұрыс па негізі ата-ананың екі жасқа араласуы? Қазақ дүние танымында адам келін түскен кезде беташар деген керемет салт бар. Келіннің бетін жабады. Осы жерде бір түбіне, астарына үңіліп байқайықшы, мысалы үшін, адамның бетін қай уақытта жабады? Адамның бетін қайтыс болғанда жабады, мысалы үшін, да? Ал енді қарасаңыз, кешегі бойжеткен келін болып түскен уақытта бетін жауып, бетін ашады. Бұл тұрғыда қыз тұрмысқа шыққан кезде оның балалық шағы, қыз келбеті келмеске кетіп, оның әйел келбеті, оның ана келбеті, яғни жаңа келбеті қалыптасады. Осы тұрғыдан айтқан кезде, қазақтың судайсың тастай бат деген, яғни бала келбеті келмеске кетіп, ана жауапкершілік келбетінің жаңадан пайда болуы дегені осы дүниені білдіреді. Бұның тоны сырт айналдырып алған қазір. Осы тұрғыдан алған кезде ата-ананың екі жастың арасына араласуы, бұл әлі күнге дейін осы екі жасты баладай көретіндігін
көрсетеді. Ол дұрыс деп ойлайсыз. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Сондықтан мынау тұрмысқа шыққан кезде де, үйленген уақытта да бұл саналы тұрғыдан алып қараған кезде 2 жас өздерінің бала келбеттерінің келмеске кетіп, үлкен бір адамдықты дүниеге алып келетін жауапкершілік келбеттердің пайда болғанын ұғынбай жатады.